Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 99-шы сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Қоршаған ортаны қорғаймын. Етістіктің жіктелуі, жіктік жалғауларының қолданысын білемін. 76-шы жаттығу. Өлеңді көшіріп жазып, жіктік жалғаулы етістіктердің астын сыз. Шөп жұлып ағаш қимаймыз, ұясын құстың бұзбаймыз. Қайнар көзі тірліктің, суды да ысырап қылмаймыз. Аулада гүлді баптаймыз, көгалды таптап баспаймыз. Өсіріп орман көктемде, ауаны таза сақтаймыз. Жіктік жалғаулы етістіктердің қай жақта тұрғанын айт. Бұл жаттығуда бірінші өлең жолдарын көшіріп жазып аламыз. Қимаймыз, бұзбаймыз, қылмаймыз, баптаймыз, баспаймыз, сақтаймыз. Бұл етістіктер. Етістіктері жіктік жалғауының бірінші жағында көпше түрде тұрғанын көруге болады. 77-ші жаттығу. Сөйлемдерді оқы. Мен баптаймын, сен баптайсың, ол баптайды, біз баптаймыз, сендер баптайсыңдар, олар баптайды. Етістіктерді тауып, қай жақта тұрғанын айт. Қай жақта тұрғанын қалай білдің? Осы кестеге қарап отырып, анық байқауға болады. Жекеше түрде мен, сен, ол. Көпше түрде біз, сендер, олар. Бірінші жақ мен баптаймын. Екінші жақ сен баптайсың. Үшінші жақ ол баптайды. Көпше түрде біз баптаймыз, сендер баптайсыңдар, олар баптайды. 78-ші жаттығу. Жіктік жалғаулы сөздерді қатыстырып, сөйлем құра. Тазалаймын, үйренесің, біледі сөздері берілген. Құрамындағы сөйлемдерінде жіктік жалғаулы сөз қандай мүше болып тұрғанын айт. Қыста есік алдын қардан тазалаймын. Тоқыма тоқу өнерін әжеңнен үйренесің. Бала өзін жақсы көретін адамды біледі. Құраған сөйлемдердегі тазалаймын, үйренесің, біледі баяндауыш қызметін атқарып тұр. 79-ші жаттығу. Бағанның сол жағындағы сөздерді етістіктермен сәйкестендір. Тапсырманы дұрыс орындауыңа қай жалғаулар көмектесті? Мен көшірдім, сен айт, сіз көмектестіңіз, біз қуандық, ол ойнады. 80-ші жаттығу. Әр бағандағы етістіктердің жіктік жалғауларын салыстыр, содан өзің қорытынды жасап көр. Тұрмын, оқимын, тұрсын, оқисын, оқыдым, көрдім, оқисың, көресің, оқысам, көрсем, оқысаң, көрсең. Бұл етістіктердің барлығы шарттаралы етістіктер болады. Бұдан шығатын қорытынды етістіктер шақ категориясынан рай категориясына өзгерген кезде оған жалғанатын жіктік жалғауларда өзгеріске түседі. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымыз пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.